Барша зейнетақы алушылар көріңіздер. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басын ұмытпаңыз. 2025 жылы базалық зейнетақы өсіріледі. Келер жылы базалық зейнетақы өседі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі индекстеуге сәйкес зейнетақы шамамен 42 мыңнан 44 мыңға өседі деген болжаммен бөлісті. Бұл туралы телеарна жазады. Светлана Жақыпова, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі. Бүгінде базалық зейнетақы төлемінің орташа мөлшері шамамен 42 мың теңге. Болжам бойынша келесі жылдан бастап индекстеу 44 мыңға жуық болады. Базалық зейнетақы төлемін ескере отырып, зейнетақының орташа мөлшері бүгінде шамамен 152 мың, ең көбі 197 мың теңге болады. Индекстеуге сәйкес барлық көрсеткіш көтеріледі. Алдағы 2 жылға мемлекеттік бюджеттен жоба сметасын қазір талқылап жатыр. Дәл осы қалпында бюджет бекітілсе, 2025 жыл ең төменгі айлық 85 мың теңгені, мемлекеттік базалық ең төменгі төлем 32.360 теңгені құрайды. Балаларға мемлекеттік жәрдемақылардан бөлек көптеген жеңілдіктер қарастырылған. 4 және одан да көп баласы бар отбасылар тұрғын үй кезегіне тұрып, бизнес бастауға қайтарымсыз грант ала алады. Еліміздің демографиялық көрсеткіші жыл санап артып келеді. Соның арқасында 2023 жыл Қазақстан халқының саны 20 миллион адамға жетті. Көп балалы отбасыларға кімдер жатады? Елімізде 4 және одан да көп кәмелет жасына толмаған баласы бар отбасылар мен көп балалар санатына жатқызылды. Сондай-ақ күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттер бар балаларда көп балалар қатарына қосылады. Бұл ретте баласы кәмелет жасына толғаннан 23 жасқа дейін орта техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алуы тиіс екенін айтарлық өткен жөн. Мемлекет көп балалы отбасыларға қандай жәрдемақымен қамтамасыз етеді? Соңғы 5 жылда көп балалы аналарға мемлекет тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп келеді. 4 балаға 59 мың 183 теңге, 5 балаға 73 мың 988 теңге, 6 балаға 88 мың 793 теңге, 7 балаға 103 мың 598 теңге, 8 және одан да көп баласы бар отбасыларға ай сайын әр балаға 4 немесе 14.760 теңге мөлшерінде жәрдемақы беріледі. Егер бар зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз қымбат көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен көреміз. Сау, сәлеметте болыңыздар.